Ассалаумағалейкум достар. Сіздер Доптаус каналындасыздар. Біздер футболға кішігірім обзор жасаймыз. Бірдеңе жасайын деп жүріп, осы бірдеңеге тоқталып отыр. Негізі футболда повтор дегенді білесіздер ғой, иә? Сол повтор болмаған ойын. Қазақстан премьер лигасының 4-ші туры ертіс пен Алтай. Енді ойын анау айтқандай қызық емес, бірақ бір-екі моменттер бар айта кететін. Бірінші таймда ертіс ойыншысы есепті ашты 1-0. Екінші таймда екінші гол пенальтиден саламады Швырев. Негізі Алтай пенальти алуы мүмкін еді. Негізі Алтайға беру керек еді пенальти. Бірақ білмеймін, осы сезон басталғалы төрешілердің қатты қателігінен ба, зардап шегіп жатқан командалардың бірі ол Алтай. Қарап тұрсаң, былтыр ғана бірінші лигада ойнап жүрген екі команда биыл премьер лигада ойнап жатыр. Келесі ойын былтыр Еврокубокке таласқан Елімай Тобыл арасында ойын. Тобыл суперкубок тұтқаннан кейін куражбен сезонға кірді ма деп ойлап едік. Бұл жерде ключевое слово деп ойлап едік. Нәтижесінде 3 поражение, 1 тең ойын. Меніңше Тобылдың сәтсіздігі басшылық құрамның әлсіздігінен, нашар селекция, соның салдарынан, соның кесірінен Қазақстан футбол легендасы Нұрбол Жұмасқалиев жаманатты болып отыр. Ал керісінше Елімай жағдайы жақсы. Өткен турда Нани бастаған Ақтөбені 4-1 қылса, осы турда Тобылды 1-0 ұтып, турнирлік кестеде жағдайын түзеп алды. Келесі ойын жеке меншікке өткен Қайсар Қызылжар арасындағы ойын. Бұл ойын туралы ауыз толтырып айтарлықтай ештеңе жоқ. Айта кететін жайт, үміт артып отқан Виктор Мозес біздің чемпионатқа әлі толық бейімделе алмай жатыр. Виктор Мозес АПЛ-де көрсеткен жоғарғы деңгейін біздің чемпионатта көрсетеді деген үміттеміз. Скандальный матч. Сұрақтар өте көп. Кеше жеке меншігін дәлелдеп жатқан Ордабасы Атырауда қабылдады. Бұл матчқа келетін болсақ, саналмаған гол, күмәнді офсайд, пенальти, ойынды сатып алды, судьяны сатып алды деген сұрақтарға біз қысқаша тоқтала кететін боламыз. Бірінші сұрақ ол саналмаған гол. Негізі судья Санжар Исқақов ол голды санаған, голды есептеді. Шот 2-0 болды. Бірақ вар төрешісі оның құлағына, ассистент қой, құлағына айтқан Атырау ойыншысы офсайдта тұрып, Ордабасының ойыншысының допқа таласуына кедергі жасаған. Сол себепті Санжар Исқақов судья ол варға барып, эпизодты қайта ұзақ уақыт қарап, сол эпизод арқылы офсайдты шығарып, голды есептемеді. Екінші пенальтиге келетін болсақ, жігіттер, бұл өте қызбалы ойын, давлениясы мықты. Ордабасы ұтылып жатыр. Кез келген давлениясы мықты ұтылып жатқан команда шабуыл жасаған кезде, шабуылшы 16-ның ішінде, болмаса 16-ның ішінде айвалаңда доппен жүрген кезде ол әрқашанда пенальти іздеп жүреді. Допқа немесе аяққа кішкене жанасу болса, ол шабуылшыға жасалған фол деп есептеледі. Бұл жердегі фол ол явный пенальти. Жігіттер, бұл жерде ешкім ешқандай өтірік құламаған. Бұл жерде давление бар. Негізі видеода былай қатты көрінбейтін шығар, бірақ анықтап, жақындатып қараған кезде ол жерде кішкене болсын жанасу бар. Сондықтан Санжар Исқақов пенальти қойды. Ал үшінші сұрақ, сатып алды деген ойынға келетін болсақ, бұл клуб басшылығы үшін небәрі 4-ші ойын. Сезон енді басталды. Бұл кісілер футболға жаңадан кіріп жатқан екен, жаңадан клубты алып жатқаннан кейін сатып алды деген айыптауы өте қателік сияқты. Өйткені төрешілер, судьялар бұрындары сенімді адамдармен жұмыс жасайтын болған. Қазақстан премьер лигасының 4-ші туры кезекті ойын Ұлытау Ақтөбе. Есеп 1-1. Негізі
Ақтөбеде прогресс бар. Кеше ғана тренерін ауыстырды. Ұтылған жоқ. Тең түсті. Негізі Ұлытау өте жас команда. Небәрі 2022 жылы құрылған клуб. Сол клуб Ақтөбемен ниче ойнап жатыр. Ойлаңдаршы мысалға да. Жас команда, қандай легенда, историясы бар, тарихы бар Ақтөбемен тең ойнап жатыр. Мен үшін бұл үлкен жетістік. Айта кететін жайт, Ақтөбенің қазіргі ауысқан тренері 2020 жылы Словакияны Евроға шығарған. Ақтөбенің болельшіктеріне жалко бар ғой, көп жапа шегеді. Осы Ақтөбенің болельшіктері ғана шығар. Жеке меншікке өтті Ақтөбе. Инвестор ештеңе аяп атқан жоқ. Барлығын жасап беріп жатыр. Пенсияда жатқан Наниді алып келді. Топалов, Альварес, Пибе деген сияқты жоғары деңгейдегі ойыншыларды алып келді. Ақтөбе Астанада тұрады. Үйдегі ойындарын Түркістанда өткізеді. Осы Россияның Анжей сияқты болып қалмаса болар еді. Негізі Ақтөбе Қайсар футбол клубы сияқты жасау керек еді. Стадион, академия, сосын барып жоғары деңгейдегі ойыншыларды алып. Нәтиже болады. Ұзақ күттіру мүмкін, бірақ нәтиже болады. Елімізге де нәтижесін берер еді. Каспий Жетісу есеп 0-1. Кезекті топ ойын Қайрат Астана есеп 4-0. Стадион толды. Жанкүйерлер жақсы қолдады екі команданы да. Бүкіл Қазақстанның сенім артып отырған Дастан Сәтбаев тағы да гол салды. Бұл ойынмен Қайрат Лига чемпионовта не үшін ойнап жүргенін дәлелдеді. Ал Астана керісінше өз деңгейін көрсетті. Астана бұл құраммен биыл чемпиондыққа таласатын команда емес. Жазғы трансферде жаңа ойыншылар алып, бір нәрсе өзгертпесе, бір Тамас ештеңе шеше алмайды. Осы орайда менің Қайраттың жанкүйерлеріне бір сұрағым бар. Қанша жыл ойнаған Қуатқа деген құрметтеріңіз осындай болса, бүгінгі Астана сапында ойнаған Бауыржан Исламханға құрметтеріңіз қандай? 4-ші турдың соңғы ойыны Астанада Ламтадзенің иелігіндегі жеңіс Оқжетпесті қабылдады. Есеп 1-1. Жігіттер, бұл жерде бір қуантарлығы Обезабит шықты. Негізі жеңіс сезон басына тренер ауыстырды. Ол Али Алиев. Жеңістің соңғы 4 ойынына қарасақ, Қазақстан ұлттық құрамасы былтыр неге сәтсіз өнер көрсеткенін байқауға болады. 4-ші турдың қорытындысы бойынша турнирлік кесе осындай. Егер біздің кішігірім обзор сіздерге ұнаған болса, ұнамаған болса да лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.